Сәлем достар, бүгін күлше нан дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға сүт құямыз, тұз саламыз және де ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ашытқымыз көтерілу үшін бетін сүрткішпен жауып, 10 минутқа тындырамыз. Ашытқымыз көтерілген соң, үстіне жұмыртқа саламыз және де сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды бетін жауып, жылы жерге демалуға 1 сағатқа жібереміз. Қамырымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Көтерілген қамырымызды бөліктерге бөліп, сүрткішпен жауып, 10 минутқа демалдырамыз. Видеода көрсетілгендей қамырдың ортасын осылай қолмен ойып шығамыз. Ортасын вилкамен тесіп, тағы да 10 минутқа демалдырамыз. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт араластырып, нанның бетіне жағамыз. Нандарымыз 180 градус температурада 35-40 минутта піседі. Осындай өте дәмді әдемі күлше нандар шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Және де менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.